қазақ даласындағы ерекше көркейіп келе жатқан қалаларымыздың бірегейі ол Шымкент қаласы. Шымкент деген кезде менің ой санама бірінші кезекте әрине Шымкент өзінің қазақтың сөз сөйлеу мәдениетінде, сөз саптауымызда шырайлы Шымкент деген сөз бар ғой. Сол несімен шырайлы? Яғни бірінші кезекте Шымкент өзінің кәдімгі қазақтың ата болмысындағы қонақжайлылығыменен, мейірімділігіменен, кең болмысыменен осы Шымкентке енді жиі барып қонақ болып жүрген қазақтың бірі ретінде айтарым. Осы ақ пейіліменен, ақ көңіліменен келген қонақты осы атынан түсіріп алып, қайтадан қолтығынан көтеріп атына мінгізіп жібергенше бір қазақтың төл табиғатына сай бір дархандықты, бір мейірімділікті, бір ақ көңілділікті, ақ пейілділікті көреміз. Бұл өзі әр жерде де бар. Бірақ Шымкент өзіне тән ерекше бір қонақжайлылығымен ерекшеленіп тұрады. Алла тағаланың жаратқан 4 мезгіліндегі қай мезгілде барсаңыз да сіздің алдыңыздан күліп жадырап тұрған шаһарды көресіз. Және де сол жадырап тұрған шаһардың көңілді жүрген халқымен кездесесіз. Шымкент қайырымды қала.